Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен шпинат қосылып жасалатын майонезсіз өте пайдалы салаттың рецептімен бөлісемін. Бізге бірінші тауықтың еті керек. Тауықтың етін дәл осылай етіп турап аламыз. Кәдімгі ет қоссаңыздар да болады. Міне дәл осылай етіп турап алдым. Енді шпинатты жуып тазалап аламыз да, жапырағын ғана қалтырып, сабағын кесіп алып тастаймыз. Дәл осылай етіп тураймыз төрт бөлшектеп. Не көріп тұрғандай осылайына турап алдық. Енді қиярымызды тураймыз. Біздің каналға тіркеліп, видеоға лайк қойыңыздар, астына комментарий жазып отырыңыздар. Міне осылайынан қиярларымды да турап алдым. Енді помидорымды дәл осылай ортасынан бөліп, әдемі қылып турап аламыз. Қызыл бұрышымызды да өте жұқа етіп тураймыз. Міне осылайынан турап алдым. Енді чеснокты да ұсақтап тураймыз. Енді барлығын бір ыдысқа салып, үстіне кинза қосамыз, тұз қосамыз. Сосын чесноктың үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып алып, қайнап тұрған үстіне майды құйып, осы салатымызбен араластыратын боламыз. Майонезсіз жасалады, өте дәмді шығады, еш зияны жоқ, пайдалы салаттардың бірі. Сізде осы рецептпен жасап көріңіз. Біздің каналға тіркеліңіздер. Сәттілік сіздерге.